Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге осындай ішек қарын, қойдың бас сирағынан жасалатын бір күндік кешкі ас түрінде ұсынуға болатын тағам түрін көрсететін боламын. Ең алдымен қойдың бауыр, бүйрек, жүрек, өкпесін алып, ет тартқыштан жақсылап тартып аламыз. Оған сәбіз, пияз, сарымсақты қосамыз. Және бір жұмыртқа, содан кейін бір стакан күріш қосамыз, және де өзіміздің дәм беретін дәмдеуіштерді қосамыз. Содан кейін 2 стакан су қосамыз. Дәміне қарай тұз, қарабұрыш қосасыздар. Одан кейін жақсылап араластырасыздар. Біздің бұл массамыз өте сұйық болу керек. Өкпені бір қайнатып жібергеннен кейін тартсаңыздар, ет тартқыштан тартуы жеңіл болады. Бұл тағам түрін бір жерлерде әсіп дейді, кей жерлерде шыжмыш дейді. Енді біз өзіміз шыжмыш деп айтамыз. Енді осы шыжмышты жақсылап жуылған лимонның суымен жақсылап жусаңыздар, ішіндегі кілегейлерінің барлығы кетеді. Қойдың бүйеніне, ұлтабарына, қырыққабатына мен салып, оның аузын жақсылап жіппен тігіп тастаймын. Көп жерлерде қойдың ішек қарындарын барлығын жемей тастап жатады. Негізінен осылай шыжмыш істесеңіздер, бір күндік астарыңыз болып шығады. Негізінен бауыр, бүйрек өте денсаулыққа пайдалы, гемоглобин көтереді. Міне осында қазанымызға мен қойдың бас сирағын, тоқшекті осылай өріп салдым және 1 сағат қайнадым. 1 сағаттан кейін жаңағы шыжмышымызды саламыз. Міне барлығы дайын. Шыжмыш бір 45 минутта піседі. Сонда барлығын бір 2 сағаттай пісіріп аласыз. Картоппен қосып өте дәмді кешкі ас болып шығады. Ас болсын, жасап көріңіз.